Ұстаз білімді үйрететін басты тұлға біздің бүкіл болашағымыз, халықтың болашағы ұстаздың қолында. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Дуэт дегеніміз не? Өнерде бұл бір-бірін толықтырып, үндесе шығатын екі таланттың одағы. Дуэт бұл ортақ мақсатқа біріктірілген дауыстардың үйлесімі. Сіздердің назарларыңызға өзіміздің педагогикалық дуэтімізді ұсынамыз. Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған лицей-интернатындағы жас маман Мерген Жадыра және тәлімгері құрметке бөлінген ұстаз Исадилова, Алмагүл Нұртасовнаның бірлескен жұмыс нәтижесінде мақсаттары мен міндеттерін қатар алып жүретін бірегей топты көретін боласыңдар. Жас маман деген кім? Жігерлі, алғыр, сұлу да сымбатты мақсаткер, айтқанды екі етпейтін мінезі жайсан, арманшыл, насихатты тез қабылдайтын жас маман. Мен Баянауыл өңірінде туып өскен, кішкентай кезімнен бастап табиғаттың таңғажайып құбылыстарының көріністерін бақылап жүретінмін. Неге жаңбырдан кейін кемпірқосақ шығады? Аспан неге бұлттанады? Жасыбайдың суы неге мөп-мөлдір? Осындай сұрақтар мені мазалап жүретін. Бұл сұрақтардың жауабын мектеп қабырғасында физика сабақтарынан таптым. Осындай таңғажайып сырлары бар пән мені қызықтырып алдыма мақсат қойдым. Мақсатым физика пәнінің мұғалім мамандығы. Ұстанымым, мен оқытушы емеспін. Мен тек жолды сұрағандарға бағыт бағдар беретін жолаушымын. Әр баланың жүрегіне жол іздеп, белсенді азамат болуына үлес қосу. Заманауи мұғалім білімді тасымалдаушы емес, ол жаңа білімді алумен осы қалыптастырушы үрдісін ұйымдастырушы, балаларға зерттеу есігін ашушы. Бала жанның бағбаны ұстаз атану қиыннан қиыны. Осы қиын болса да алға тәуекел қойып мұғалім боламын деп шештім. Мұғалімдік жол әркімнің қолынан келе бермейтін іс. Бірақ та әртүрлі әдіс-тәсілдер арқылы оқушыларды қызықтыратын физика құбылыстарын өмірмен ұштастырып, баланың пәнге қызықтыра аламыз. Ұстаздық киелі әрі мақтан тұтарлық мамандық. Ұстаз бала болмысына өзгеріс енгізуші. Осы жылдың көлемінде мен мектеп қабырғасында ең бірінші ашық сабағымды өткіздім. Ашық сабақтар мен сабақ беруде көрнекі әдістер мен заманауи тәсілдер арқылы сабақ берудің жоғары нәтижелерін көрдім. Мектеп қабырғасында қиындықтарда ең бірінші мен көмек сұраған ол менің тәлімгерім. Тәлімгер әр салада керек. Себебі өмір жолы қиын болғандықтан саған көмек қолын созатын, сені тығырықтан шығарып қате кемшілігіңді айтатын ол тәлімгер. Мен алғаш рет сыныптың табалдырығын аттағанымда алдымда алынбас қамал тұрғандай көрінді. Сонша жаңа жүздер, сонша мінездер мен тағдырлар. Сол кезде маған ең бастысы білім деп ойладым. Кейін түсіндім, ең бастысы жүрек. Балалар оны кез келген сөзден артық сезеді. Жадыра Сәтбек қызы әлі жолдың басында. Оның көзіндегі жалынға, сабағын ерекше, есте қаларлықтай өткізуге деген ұмтылысына қызыға қараймын. Ол сынайды, тәуекелге барады, менімен пікір таластырады. Мен тек қуанамын. Бұл маған өзімнің де мамандыққа алғаш келген кезімде еске салады. Үміт пен жоспарларға толы сол күндерді. Тәжірибе бұл тек білім мен әдістердің жиынтығы ғана емес. Бұл жаңаны көре білу және оны қабылдау қабілеті, тіпті сенен кейін келгендерден де үйрену мүмкіндігі. Біз осы байқауға бірге дайындалдық. Және ең құндысы не болды дейсіз бе? Бұл ұрпақтар диалогы. Шеберліктің қыр-сырлары мен тың идеялардың және батыл шешімдердің ортақтастығы. Егер менің жас әріптесіме үйретерім болса, білгенімді қуана бөлісемін. Ал егер ол менің үйреншікті көзқарасымды жаңаша қарауға мәжбүр етсе, мен оны да алғыс білдіре отырып қабылдаймын. Өйткені мұғалім болу әрқашан өзгерістерге дайын болу. Қасында жүргендерден де үйрене білу деген сөз.